Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сойыс малдардың ұшасын өңдеу технологиясы. Бүгінгі сабақта жануарлар ұшаларын өңдеу, ұшаларды тазалау және өлшеу, құстарды сою туралы айтатын боламыз. Жануарлардың ұшасын қансыздандырғаннан соң өңдеуге кіріседі. Терісін сыпырады, ішкі мүшелерін алады, тіледі, тазалайды. Мүйізді ірі қара малының ұшасын өңдеу барысында алдымен басының терісін сыпырады. Ол үшін құлақтарын кесіп тастап, екі мүйіздің аралығын тіледі, сосын маңдайынан, желкесінен, бетінен, жағынан, мойнынан, терісін, денесінің тері жамылғысымен бірге қосып сыпырады. Басты желке сүйегі мен атлант аралығындағы сызық арқылы ажыратады да, ветеринарлық санитарлық қарау үшін сақина тәрізді шеміршектен немесе бірінші трахеальды сақинасынан ілмешекке іледі де, ұшаны номерленген номермен белгілейді. Нутровка дегеніміз ұшаны ішкі мүшелерден босату. Оны қансыздандырғаннан кейін 45 минуттан кешікпей істеу керек. Алдын ала көкірек сүйегін кесіп, жұтқыншақты өңештен ажыратып, төс сүйегін бөледі. Сиыр ұшасынан желінін, ал еркек малдан жыныс мүшесін алып тастайды. Құрсақ қабырғасын ішінің ақ сызығының бойымен төс сүйегінен көкірегіне дейін кеседі. Іш майды асқазаннан ажыратады, содан соң ішектерді, асқазан мен ұлтабарды алады. Содан соң ливерді, жүрек, өкпе, кеңірдек, бауыр, көгетті шығарады, сәйкесінше нөмірлейді. Ұшаларды жартылай ұшаларға бөлу. Бұл үрдіс ыңғайлы болу үшін артқы аяқтарының басын керіп, арнайы электр арамен немесе темірмен екі бірдей бөлікке бөледі. Арқа миын бұзып алмас үшін 7-8 мм-ға омыртқадан оң жаққа қарай шегінеді. Ұшаны тазалау. Жартылай ұшалардың тауарлық түрін жақсарту үшін жасалады. Пышақпен бүйректерін және оның айналасындағы май ұлпаларын, жамбас пен шаптың салбыраған май ұлпаларын, бауыздықтың шашақтарын, көгетін, травмалық зақымдарын, абсцесстерін, тері мен ішкі мүшелер қалдықтарын кесіп, сонымен қатар басқа да қоқыстардан тазалайды. Ұшаларды өлшеу. Ұшаларды таңбалап болған соң салмағын анықтау үшін өлшейді. Жылқы ұшаларын өңдеу мүйізді ірі қара малдыкіндей тәртіппен жүргізіледі. Шошқалардың ұшасын өңдеу терісін сылу мен ұшасын терісімен күйдіруден және терісін жартылай сылудан тұрады. Ұшаны терісін сылып өңдегенде қансыздандырылғаннан кейін басын атлант пен желке сүйегінің жалғасатын жерінен кеседі. Басы ұшамен сойыстан соңғы ветеринарлық санитарлық сараптау біткенше қалады. Құсты сою. Құсты алдымен электр тоғымен есеңгіретіп алады. Электр тоғын құс денесіне жеткізу үшін темір қаптама немесе су пайдаланылады. Есеңгірету уақыты 6 секунд. Құсты сою барысында оның толық қансыздануын, бауыздықтың былғанбауын және қауырсынның оңай жылынуына жағдай жасау қажет. Құсты қансыздандырудың екі түрлі әдіспен жүргізіледі. Біріншісі ауыз қуысы арқылы бауыздау, яғни ашық тұмсығы арқылы өткір жіңішке пышақты ауызға енгізіп, таңдайдағы қан тамырларын тіліп жібереді, және пышақ ұшымен миышыққа әсер етсе, қауырсынды ұстатпай еттер босайды. Қауырсынды жұлу жеңілдейді. Бұл әдістің тиімділігі жарақат ауыз қуысында болғандықтан, алынған құс ұшасының тауарлық сапасы жоғары болады. Ал кемшілігі миға әсер ететіндіктен онда микробтар еніп, тез көбеюі және ауыз қуысында қалған қанды түгел тазалаудың қиындығы, яғни микробтар көбеюіне мүмкіндік туады да, еттің бұзылуына әсерін тигізеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.